бір оны бәленбай охрана ит, жаңағы полиция бір бәрі жоқ саған. Не үшін? Ішіне кірме деген сөз да. Кіруге болмайды деп қойған. Енді мешітке барсаң, мешітте қоршау жоқ, құлып жоқ, іште жоқ, пустой бәрі. Әй, түрмеге кірме десе кіріп отырған бәрі отыр. Кірме отырып тағы. Әй, кіретін жер емес бұл. Мешітте имамдар күніне 5 рет бесплатно хайя алал фалах, азаптан бәледен құтылуға келген. Одан соң бәледен құтыл мына жерге келсе ешкім жоқ. Қасындағы 54 періштемен өзі оқиды. Ал енді түрмеге кірме десе, толық қазақтар кіріп аламыз. Соны сұрасаң, не үшін түрмеге отырдыңыз? Өз 3-4 статья бізде. Пәреқорлық, 30 жылдың жемісі. Одан кейін сабырсыздық, барлық статья сол. Одан кейін есірткі, осы үшеу алыңыз. Жаңағы мынау есірткімен былай алып тастағанда жаңа сабырсыздыққа бәрі кіреді. Не болды? Жас қазақтың баласы отыр. Түріне қарасаң, келіскен, кәдімгі қызмет жасап, отанға қызмет істейтін бала. Не болды? Біреумен ерегістім аға. Содан мені боқтады шешеммен. Иә, содан ашуландым да, пышақты алдым да, соғып қалды, сол өліп қалды. Ол өлді, сенші? 18 жылға сотталды. Кім жынды? Сен жынды. Қиямет жақындағанда дейді пайғамбарымыз. Бір хадисінде. Өлген адам не үшін өліп, өлтірген адам не үшін өлтірген білмейді деп. Мұны сол керек. Әй, сол боқтады, ол өз шешесін өзі боқтап жатыр. Ол сені боқтаса да өзін боқтап жатыр. Сабыр қылып, біреу сені ұрса бастаса не істейді? Қаш дейді. Ол жынды мен жынды болма дейді. Итпен ит болма дейді, малмен мал болма дейді. Сен саналы адамсың ғой. Өйтіп жатсақ, қыздарымызды өз бұлш-бұлш төгілесіп жатыр, видеоға түсіріп тағып. Темекіде үйреніп қалдық көшеге тұрып тартқанға. Насыбай ол президентке дейін айтып бастады. Көрінген жерлерді түкірме қақырма Насыбай жатыр. Сол үшін біздің қыздарымыздың аузы таза, ертең болашақ ана болатын, анау неше түрлі бәле ішіп ана энергетиктерді ішпейтін, денсаулықтарыңызды күткен. Сіздер мүмкін білмейтін шығарсыздар. Мына имамдардан, таныс имамдарыңыздан сұрап тұрыңыздаршы, айда қанша жаназаға бардым деп. Сол қанша жаназадан ақшасын санау үшін емес. Қанша рет алып келді. Қанша жас баланың жаназасын шығарып десеңіздер айтып береді бәрі. Қанша шал болды ішіне десең, бір ақсақал бола ма, болмай ма, бір апа, қалған бәрі жастар берілер. Неліктен? Экология бұзылды ма? Жоқ. Міне біздің істеріміз кетіп бара жатыр. Сол үшін, құрметті жастар, мүмкін сізбен бізге жетпегеннен кейін біз білмей тұрып шығармыз. Маған келмейді деп, келеді. Сол үшін Құдай берген аманатты денсаулықты күту парыз болады. Темекі, жаңа сақтың мода қылмай-ақ қойыңыздар. Модан, ана біреу жаңағы сұрайды да, миск деп қойып, қазір бәрі тұмар отырды, арабша миск-мискі бұлай жағып. Біреу сұрайды, сіз қандай миск жағасыз дейді да, арабша әтір дегені ғой. Мен айтым, ең жақсы миск кір сабын. Кір сабынмен жақсылап жуынсаң, ең жақсы сол. Иісіңді кетіп тұрсаң. Бір жағыңыз асып атса, оның үстіне қоймай сен әтір жағылатындар бар да. Бір күні Жезқазған, мен Қазақстанда 3 облыста бас имам болған, тек қана қазіргі бас мүфти Наурызбай, қажы, одан кейін мен 3 облыста өкіл имам болған бас имам. Қанат бауырымыз отыр, бұл Жамбыл облысында өкіл имам бас имам болған. Көп имамдар бір облыс, екі облыстан құлап қалады. Мен ары барып іштен қайттым. Сол айтайын дегенім, бір облыста имамым, автобуста бір жігіттер міндік бәріміз. Соны жаздың күні осылай. Сақалымнандай бір жігіт, автобус бүйтіп еді, ана ұстайтын бәлесі бар ма? Ұстап едіп, қолтығына көзім түсіп кетіп еді, сақалынан да өген, өсіп кеткен. Соны бір-екі имамдар қатты болды, куә, кішкене айтып жібереді әдетім бар еді. Өзі қайсы бірінші өсіп бастады, мынаны ма, сақалымға деді. Қайсы бірінші кетті өсіп. Ой, астапыр, кешіңіз, көрмей қапын дейді. Бұл көрмей қылатын нәрсе емес деді. Біткен сайын елмейсің ме Құдайға деді. Страшный нәрсе ғой. Мұсылман адам кішкене таза, жүру, адамның денесіндегі макрух әдепсіздіктің біреуі мұрт, тырнақ, сол жаңағы осы жерлер болады, кішкене таза жүру керек. Пайғамбар салса, тісі сағайып кеткен адамнан кішкене былайырақ тұрады екен, алысырақ. Анан иісінен тіс
жумағандардың өзі. Сосын тісін жасап, жуып жүру жақсы әдет болады. Таза жүріңіздер. Ол рухани да тазалық. Ақ кисін деп айтады. Біздің халқымыз ақты жақсы көреді. Ақ тіпті адам түгіл үйге жылан кірсе, жыланның өзін шығартамыз да, тақпай. Ол жылан да кеткісі келмейді, біреуге. Сондай ғой. Енді сол ақты не үшін кигізеді десеңіз, бұл кітаптарда келеді аққа кір тез жұғады. Сол кезде балаңыз таза болып өседі. Егер бір адам қап-қара киіп кисе, ол сәл дұрыс емес. Сол үшін ағартып киіп жүріңіздер. Әсіресе әйелсіздер, ерлеріңіздің, күйеулеріңіздің аяқ киімдерін тап-таза қылыңыздар. Жас балалар, келешегім жақсы болсын. Қыз балалар, келешегімде бақытымды, анау любовь махаббатыңды тапқың келсе, папаңның аяқ киімін сүрте бер. Жаман болмайсыз. Бағың ашылар сол. Әкеңнің аяқ киімін сүртіп, мен 30 жылда бір-ақ үйде көрдім. Өмірімде, имандық тәжірибемде. Үйіне барам, қонаққа. Құран оқып бір батаға кіремін, көп кіріп тұрам сол үйде. Бағанағы ақыр айттым мынау, бір кісінің үйіне. Сонда сол үйдің балалары, қыздары мен аяқ киімді сүртіп, майлап, есікке бүйтіп қаратып қойып қояды, қасына ложка қойып қояды. Кел. Біз ал енді біздің басқа үйлерге баршы, отырып қаяққа шешемін, қаяққа бүйтіп жатады. Өз үйіңнің бақыты, дәулеті, нәсібесі босағадан басталады. Босағанды тап-таза қылып тұрып, аяқ киімдерді рет-ретімен қойсаңыз, бақытыңыз алға басады біліңіз. Бақытты алыстан іздемей қойыңыз. Америкаға құмар бол, мен жақында Американың президенті Джо Байденнің шақыртуымен барып келдім сол жаққа. 22 күн жүрдім. 22 күн Американың топырағының 12 штатына барып, тазалыққа мән мұсылман аз, бірақ тазалық, әділет, міне солай екен. Біз мұсылманбыз деп көкірек ұрамыз, бірақ ісіміз чөте ұқсамайды мұсылманға. Қарасақ, жаңағындай ұятсыздықтар көп бізде. Сол мемлекеттерде адалет, әділет, адалдық, құрмет, қай жерге барсаң күлімсіреп кел, жоғары шық деп сол. Бізге біресе сұрауға қорқасың ғой. Құрысын деді. Міне сол. Сондықтан біздің әлде болса да, мен сол жастарға айтарым, біз шетелде бағындырасыздар, бұйырсасыздар. Келешек сіздердің қолдарыңызда біз сенеміз. Біз сіздердің арттарына тұрып намаз оқимыз әлі, Құдай өмір берсе, ажалымыз жетіп кетіп қалмасақ. Бірақ кетіп қалсақ та, біздің артымызды ұмытпай, батағып тұратын сіздер боласыздар. А сол сіздер болу үшін сіздер бүгіннен қадамды түзету керек. Осы отырған 200-300 адамның ең болмағанда біреуіңіздің Құдай жүректеріңізде осы айтылған сөз қалса, әлемді бағындырған мұсылман құтқарғандай сауап болады дейміз. Елдің бәрін түзете алмаймыз біз. Бірақ бір адамға әсер берсек, бір адам сөзсіз содан еке болады. Пайғамбар бірінші келгенде жалғыз өзі еді. Одан Халиша қосыланамыз. Сөйтіп көбейіп, қазір 2 миллиардқа жуықтады. Міне, сол үшін әсте діннен шығу бір пәсте дейді. Құрметті жастар, кім көшедегі уағызды тыңдап, бір нәрселерді айтып, түсінбейтін нәрселерді тыңдамаңыздар. Көшеден біреу Құран берсе де саған, Құранын алмаңыздар. Өйткені қазір Құранның аудармаларының өзінде көп нәрсе бар. Құран керек болып, дін керек болып, бір жақсы ақпарат керек болып болса, интернеттен емес, міне әр мешіттің ұстаздары бар. Құдайға шүкір, елді тәрбиелеп келе жатыр, өмірін арнап келе жатыр. Осылардан келіп мен мынандай сұрағым бар. Бұл білмесе, өзінің білетін ұстаздары бар бұлардың да, бәріміздің. Содан сұрайын, мен білмей жатырмын, айтыңызшы деп, соған саған жетіп береміз. Имам Ағзамның шешесі болған, мамасы. Бәріміз Имам Ағзам асхабындамыз ғой. Бір күні Имам Ағзамның мамасы намаз бен дәрет мәселесінде бір сұрақ болады. Бүкіл имамдардың имамы оның баласы. Сөйтсе Имам Ағзам айтады дейді жаңағы баласына. Бала, мен сұрағым бар деп мынандай. Бала жауап берейін деп атса, жоқ. Анау ауылдың шетінде анау, білеме бір бұрышта бір имам бар депті. Тикток имам. Содан сұрақ берші депті. Бірақ имамдардың имамы мынаның баласы, өзінің баласы. Сөйтсе өз баласын бала көрді ма? Әйтеуір не керек? Анадан сұрашы депті. Сөйтсе анасына деген құрмет. Имам Ағзам бағана анаған кепті имамға. Келіпті ол сәлем беріп ассалаумағалейкум мемлекет анау десе, менің шешем сенен осы сұрақты сұра деп айтты. Менің анам сұрағына жауап бер, мен айтып барам депті. Сөйтсе ана имамның көз банка болды. Мен қалайсыз? Өзің менің ұстазымның ұстазысың сен. Сіз өзіңіз жоқ, сенен сұра деп айтты депті.
Сонда жаңа имам сәл бір жер келіспейтін деп айтып келді. Айтса сол айтқан күйінде сөзін түзетпей, имам ағзам анасына деген құрмет өзінің анасына келіп айтып берді. Былай деп айтты сізге. Сол үшін сіз бен біз ата-ана, ошақ, отбасыда құндылықтарымыз. Семьяда екі әулие бар. Біреу ана, екіншісі әке деген. Мен ана мектептерге жиі барам. Бұрыннан өз сол әдет. Мектепке барғанда осылай отырады, оқушылар, класс жетекшілер, мұғалімдер, директор. Осы мектепте әулие бар десем, директор бүйтіп көтереді басын, мен айтатын шығардым. Сен емессіз. Мұғалімдер сіздер емессіздер дейді. Кім онда дейді? Оқушылар жоқ. Мына мектептің полын жуып жүрген әйел бар ғой? Сол әулиесі. 60.000 теңге үшін 1,5 баланың аяғының астын жуып, еще миысы битті осы жерде отырған біраз балалар бар шығар. Бей деп теуіп кетеді сол. Ол да баласына телефон алып бергісі келеді. Ол да баласына нан әпергісі келеді. Бірақ жаман жолға түспей, атын затын былғамай, арын намысын жинап, сол полды жуып жүрген, еденді жуған аналардың баласымыз бәріміз. Сол үшін тәкаппарланбаңыз. Кешегі пандемия оқиғасы бізге соны көрсетті. Пандемия болатын кезде мен Алматы маңайында имаммын бірде. Содан бір жігіт келіп бүйтті. Не болды? 32 мешогын алдым нұреке. Не болды? Алматыны жабады. Пандемия келіп, коронавирус ешкімді шығармайды, ешкімді кіргізбейді. Соған 32 мешогын алдым. Міне маған айтты, мен куәсі. Түсінбедіңіз бе? Өзің ойлашы деді. Бүкіл жер бетінде халық аурудан өлді деді. Сен қалдың 32 мешогыңмен деді. Не істейсің 32 мешог? Айтшы. Атаң айтқан жоқ па, көппен көрген? Ұлы той деген жоқ па? Қазақ халық аман болса, сен соның үшін аман болмайсың ба деді. Не керегі бар сонда? Мына жалыстарды жақсы біледі. Америкада Уилл Смит деген Голливудтың актері бар деді. Иә деді, өзі айтты, иә білем деді. Сол «Я легенда» деген кино түсірген деді. Ол ана жақтан шығады деді, Америкадан. Сен де жақтан шығасың деді. 32 мешогыңмен деді. Сон екеуі кездесесіңдер деді. Жер бетінде екі еркек қаласыңдар деді. Не болады? Қайта қазақ аман болсын. Мен аланбасам, ер аман болсын. Біреу сатып алсын демейміз ба? Базарға біздің ұстаздарымыз барса, біреуден ет алады екен де, екінші содан сүт алайын десе, жоқ дейді ана сатушы. Атамыз айтады. Менен алмашы дейді. Неге? Мен саттым, бүгін жемді маған жетеді. Сен енді сүтті мынадан ал. Қатықты анадан ал, сары майды анадан ал деп бір-біріне сіттейді екен ғой. Біз ше, анан товар көрсетеміз, микро. Оны китайский дейміз. Міне біздің пейіліміз. Кешегі 3 километр қаншадан? Ана, шекерге табасың. 5 километр бір адам. 5 килограмм үшін бір-бірін жағамыз жетіп қант елге айналып кеттік. Сондықтан ардақты аяулы қазақ халқым, сіздер барда біз бармыз. Сіздер барда президент бар, сіздер барда әкім бар, сіздер барда ел бар, сіздер барда дін бар. Сондықтан сіздер аман болыңыздар. Халық аман болсын, жұрт аман болсын. Соның ішінде көгеріп, иншалла ұрпақтарымыз өсіп өніп, жақсылық күндеріміз молынан болатынына сенеміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет.